Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тайпасы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келіп, туып өскен тайпасы Құрайш деп аталады. Бұл тайпа арабтардың арасында өзінің тектілігімен және биік дәрежесімен ерекшеленеді. Құрайш атауы бірінші тақырыпта айтылғандай кезінде Фихр ибн Мәликке табылған лақабат болатын. Өз дәуірінде Құрайш тайпасының танымал тұлғалары ақсүйектерден немесе ру көсемдерінен құралды. Олардың арасында Қусай деген лақап атпен танылған Зайд ибн Кидаб өз алдына бір төбе еді. Ол Алланың үйі Қағбаның қорықшысы әрі қызметшісі болған алғашқы Құрайш. Қағбаның кілттері соның қолында болатын. Қасиетті үйдің есігін ашуға сол ғана құқылы еді. Меккенің төңірегіндегі тайпалардың ішінде күн кешіп жүрген Құрайштар басын құрап, Меккеге шоғырландырғанда осы Қусай ибн Килаб. Қусай түрлі шараларды дәстүрге айналдырып, қажылардың қызметіне арқау болды. Мысалы, қажылық маусымы кезінде Құрайштар тарапынан қажыларға айрықша ілтипат көрсетіліп, оларға арнап қонақасы берілетін және қажылар үшін суға кептірілген құрма, бал, мейіз қосып әзірленген тәтті сусындар ұсынылатын. Қусай ибн Килаб Қағбаның солтүстік беткейінен Дар ән-Надуа, яғни мәжіліс үйі деп аталған үй тұрғызды. Құрайштар маңызды кеңестерді, мәжілістерін осы үйде өткізетін. Бұл үй олардың қоғамдық істерінің орталығына айналды. Дар ән-Надуа неке қию рәсімінің салтанатты жиындары өткізілетін және күрделі мәселелер талқыланып, маңызды зор шешімдер қабылданатын орда іспеттеседі. Сонымен бірге Қусай соғыс бастау немесе жорыққа шығу мәселелерінде жарлықтарды өзі шығаратын әскери қолбасшылық мансабында иеленді. Ол Мекке қаласы мен Қағбаға толықтай билік жүргізді. Келесі тақырыбымыз Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әулеті. Басқа тақырыптарды бірінші болып тыңдау үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіз.